Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушыларына арналған қазақ тілі мен әдебиеті сабағының тақырыбы «Бірлігі жарасқан ел». Сабақтың мақсаттары. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, нақты ақпаратты анықтау және жаңа сөздерді тиімді қолдану. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен танысайық. Ұлт өкілі, представитель нации. Бірлік, единство. Ынтымақ, солидарность. Тату, тәтті, дружно. Құшақ жая, қарсы алу. Встретить с распростертыми объятиями. Бауырына басу, сродниться. Дүнген, дунган. Кәріс, кореец. Қоныстану, заселиться. Басын қосқан, объединивший. Қолайлы жағдай, удобные условия. Туысқандық, родство. Ал енді жаңа сөздерді бекіту үшін мынадай тапсырманы орындайық. Жаңа сөздерді қолданып, сәйкестендіру арқылы сөз тіркестер жасаңыздар. Әр түрлі, бірлік, тату, тәтті, қазақ халқы, қазақ жеріне, қолайлы жағдай, басын қосқан. Сөз тіркестердің соңы мекені, бауырына басты, қоныстанды, ұлт өкілдері, ұлы мекен, жасады, тұрады. Енді дұрыс жауаптар. Бірінші В, екінші А, үшінші Д, төртінші Ә, бесінші Б, алтыншы Г, жетінші Г. Ал енді бүгінгі сабақтың тақырыбына қатысты мәтінді мұқият тыңдап, түсінуге тырысыңыздар да, класстерді толтыруға дайындалыңыздар. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Қазақстанда орыс, дүнген, неміс, татар, ұйғыр, кәріс, түрік, қытай, өзбек, корей, украин және тағы басқа ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алды. Олардың қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Қазақ халқы тарихтың түрлі кезеңдерінде басқа ұлт өкілдерін ерекше ықыласпен бауырына басты. Олардың салт дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Соның нәтижесінде ұлан байтақ қазақ жерінде барлық ұлттың өкілдері бір атаның балаларындай ынтымақтастықта өмір сүріп келеді. Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа әлемдегі
жаңа Қазақстанның бейбітшілік мекені болуы керектігін міндет етіп қойды. Ал енді тыңдаған мәтін бойынша кластерді толтырыңыздар. Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерін кластерге жазыңыздар. Кластер бойынша мүмкін сөздер. Сонымен, Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері: орыс, өзбек, түрік, кәріс, татар, дүнген, неміс, ұйғыр, қазақ. Келесі тапсырманы орындайық. Мәтіндегі мәліметті қалай түсінгендеріңізді бекіту үшін. Сөйлемдерді керекті сөздермен толықтырыңыздар. Керекті сөздер тапсырманың астында орналасқан. Керекті сөздер: туысқандықтың, тату тәтті, бауырына басты, басын қосқан, ынтымақтастықта. Ал өздеріңізді тексеріңдер. Сөйлемдерде келесі сөздерді мынау ретте қойылуларың керек еді. Бірінші сөйлемде тату тәтті, екінші сөйлемде басын қосқан, үшінші сөйлемде бауырына басты, төртінші сөйлемде ынтымақтастықта, бесінші сөйлемде туысқандықтан. Ал енді осы бүгінгі тақырып бойынша танысқан мәліметтерді тексеру үшін мәтін бойынша тест сауалдарына жауап беріңіздер. Бір сұраққа 4 нұсқа жауап берілген. Бір дұрыс жауапты таңдайсыздар. Қазақстан Республикасында қанша ұлттың өкілдері тұрады? А. 125-тен астам, Б. 150-ден астам, Ә. 130-дан астам, В. 140-тан астам. Екінші. Мәтіннің тақырыбына сәйкес мақалды анықтаңыздар. А. Денсаулық, зор байлық. Ә. Отан, оттан да ыстық. Б. Бірлік болмай, тірлік болмас. В. Ас адамның арқауы. Үшінші. Қазақ халқына тән қасиетті анықтаңыздар. А. Қонақ жайлылық. Ә. Үнемшілдік. Б. Тәкаппарлық. В. Мақтаншақтық. Тесттің кілті: бірінші Ә, екінші Б, үшінші А. Ал енді үйде осы тақырыпқа берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші. Қазақстан Республикасында қанша ұлттың өкілдері тұрады? Екінші. Қазақстан қандай мекен? Үшінші. Қазақстан бүгінде қандай ордаға айналды? Төртінші. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның қандай болуына міндет қойды. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.